Баршаңызға қайырлы кеш. Бүгін сіздерге сұлы жармасынан дәмді әрі үлпілдек болып тұратын нан жасайтын боламын. Бір айта кететін кеңесім, дрожжи от приправыча дегенді қолданбауға сұраймын, өйткені дәмі ашық, наныңыз қатып кетеді. Ең алдымен сұлы жармасына бал қосып қайнаған су құямыз. Бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Балға байланысты судың түрі өзгеруі мүмкін. Енді бөлек ыдысымызға жылы су, ашытқы, жұмыртқа және тұз салып араластырып аламыз. Енді жаңағы сұлы жармасы бар құймамызды құйып, араластырып, алдын ала илеуіштен өткізілген ұнды сала бастаймыз. Қасықпен араластырған дұрыс болады, өйткені қолға қамыр сұйықтау болған соң жабыса береді. Соңында ертіп сармайды құйып, қамырымыз біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Кейін осылай салафанмен немесе орамалмен бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше шамамен 1 сағат қойып қоямыз. Міне жақсы болып көтерілді. Енді дөңгелек немесе төртбұрыш форманы алып, барлық жеріне май жағып, пергамент төссеңіздер болады. Осыған қамырды салып, бір келкетеміз. Үстін жауып, 20-30 минут тағы бір көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілген массаның үстіне осылай сұлы жармасын аздап себуге болады. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 45-50 минут пісіріп аламыз. Міне нанымыз пісті, іші де жабыспайды. Асыңыз дәмді болсын.